Ең оңай әрі тез тігілетін бони трубаның тігілу жолымен сіздермен бөлісетін боламын. Ассаляму-алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге шебер перизат. Мінекей дайын күйінде осындай болып шығады. Каналыма қонақ болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, және де жаңа видеолар жіберіп алмау үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Ең алдымен сіздерге схемасын көрсетіп алайын. Бізге ахат голови керек болады. Жалпы стандарт бойынша біздің бойниларымыз 28-23 болып келеді. Ал енді жеке бір адамға өлшейтін болсаңыздар, менің бас өлшемім 58, ахат головиді сол 2-ке бөлеміз 29 сантиметрден, және де біз 4-5 сантиметрді азайтып тастаймыз. Өйткені біз көбінесе бұл материалдардың барлығы керілгіш маталардан тігеміз, бойниларды, сондықтан бұны ескеру керек болады. Ең алдымен біздің дайын күйде бойнеміз осындай труба күйінде болады. Ал оның ұзындығы 28 сантиметр, ені болса 24 сантиметр болады. Бұл бірден тігісімен бірге есептеген кезде. Енді біз тігіске қайыруға асты жағына 4 сантиметрден 10 сантиметрге дейін берсек болады. Бұны матада пішкен кезде бірден осы 28 сантиметрге қайыру, яғни тігіспен қосып есептеп пішіп алатын боламыз. Менің қолданған материалым ХБ трикотаж. Бұл өте басқа жұмсақ, жайлы тұратын болғандықтан осы материалдан тіккенді өзім кеңес беретін едім. Және де созылатын жағына қарай осылай пішіп аламыз. Ұзындығы бұл біздің бойнеміздің ұзындығы болады. Мен 40 сантиметр алып тұрмын. 28 сантиметр дайын күйде болса, 12 сантиметр ішке қарай қайырумен бірге. Ал ені бұл созылатын жағына қарай есептейміз. 48 сантиметр. 2-ке бүктеген кезде бізде 24 сантиметр шығады. Енді осы екі жанын қосып аламыз. Және де мына жерде видеодағыдай етіп орындаңыздар, өйткені тігістеріңіздің аккуратный шығуына себепші болады. Дәл осылай бүктеп аламыз. Сіздер қанша сантиметр тігіске қалдырған болсаңыздар, сонша қайырасыздар. Сөйте сіздерді бірден шетін тігіп аласыздар, және де жоғары жағында бірден оверлокпен тігіп алсаңыздар болады. Егер оверлок болмаса, оны тікпеуге де болады, немесе зигзаг қайшымен әдемілеп қиып тастауға да болады. Мінекей, енді осылай оң жағына қарай бір жағын алып аударамыз. Сол кезде біздің қайыратын тігіске қалдырған қайырмамыз осылай іште әдемі болып шығады, және де бұны инеменен бекітіп қойсаңыздар болады. Ең алдымен трикотажды машинкада тікпей тұрып, кішкене бір кусона тігіп көріңіздер. Мүмкін егерде аттап кететін болса, сіздерге осындай трикотаж маталарды тігуге арналған инені қолдану керек болуы мүмкін. Оны кез келген фурнитура сататын жерден сұрасаңыздар болады. Осындай көк ине де болмаса, трикотаж тігуге арналған ине десеңіздер, сіздерге тауып береді. Каналымда қонақ болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға пайдалы видео болды деп ойлаймын. Бұны үйде тігіп отырып сатып, пайда көруге де болады. Өздеріңізге азғантай матамен тігіп алсаңыздар да болады. Баршаларыңызға сәттілік. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.